Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ауылдың қарапайым қызымын. Қалаға келін болып түстім. Жігітім орыс мінезді, бірақ жүрегі қазақ деп соғатын жігіт еді. Ол қазақшаға шорқақ, мен орысшаға шорқақпын. Сонда да тез тіл табысып кеттік. Бертін келе Жасұланды қазақша сайратып алдым. Қазір менен жақсы мақалдатып тұрып сөйлейді. Жасұланмен шаңырақ құрған алғашқы 3 жылда ата-енемізбен бірге тұрдық. Өмір бойы ауылдың ақ жарқын, аңқылдаған адамдарын көріп өскен маған енемнің мінезіне үйренісу оңай тимеді. Ол кісі көпшілікті жақтырмайтын. Әлде солай. Үйге басы артық, шақырылмаған қонақ келсе қабағынан қар жауып, бөлмесінен шықпай отырып алатын. 1 жылдан соң аяғым ауырлағанда Жасұлан қатты қуанды. Атам ұялғаннан үндемеді. Ал енем, жап-жас боп туған нес? Біраз жүре тұрсаң болмас па? Деп жақтырмайтыны ашық білдірді. Мейлі, амал жоқ енді. Осыны туда екіншісіне асықпа, деді. Жылап қалдым. Сонда күйеуім жұбатып, мамам айта береді, көңіліңе алма. Маған көп бала керек, туа берші, деп кешірім сұраған. Отбасылық өмірдің қиындықтарынан Жасұланның махаббаты ғана құтқарып қалды мені. Сонымен тұңғыш қызымыз дүние есігін ашты. Ата-әжесінің де алғашқы қызы ғой деп, бөпеміздің есімін ата-әжесінің қоюын өтіндік. Ой, не надо, даже не знаю, деп енем тыжыйыпты. Ал атасы Алена болсын онда, деп атын қойды. Шынымды айтайын, сол Аленаны енем бір рет емірене иіскеген емес. Қырқынан шығаруға да көмектеспеді. Керісінше, мынаның неге аузы жабылмай кетті, түнімен ұйықтай алмадым, деп шақтырмай қарайтын. Алена қызымыз 1 жасқа толғанда енем, если садиктер көп қой, соларға берде жұмысқа шық, деп отырып алды. Қызым 2 жасқа толғанша еміземін, бұл әлі кішкентай, деп ерексіп айтқанымнан қайтпадым. Маған сөзін өткізе алмағызын күйеуіме тиісті. Мама, сізге не зияны бар? Бұлардың бағып жатқан жоқсыз ғой, деп мамасымен ренжісіп те алды сол үшін. Шыдамым шегіне жетейін деп жүргенде, кіші қайнымыз үйленді де, Жасұлан екеуміз қуана-қуана еншімізді алып кеттік. Ойлап отырсам бөлек кеткенімізге 18 жыл болыпты. Осы жылдар ішінде енем біздің үйге 10 рет келіпті. Бәлкім мені жақтырмаған шығар деп көп ойландым. Сөйтсем қолдағы келінім де енемізден тойып жүр екен. Апа деп балаларым алдына барса ұрсып қуып жібереді. Немерем ой деп бір кәмпит ұстатқан емес, деп шерін тарқатып алады келінім. Үлкен қызымызға бір жігіт көңіл білдіріп жүр. Қас қылғанда ол жігіт енеміздің бұрын жақсы араласқан подружкасының немересі екен. Аленаның сол жігітпен жүргенін естіген енем тулап шыға келді. Ол баланың жоғары білімі жоқ. Алена оған тимейді. Мен подружкамен құдағай болмаймын, деп шарт қойып отыр. Мама, жастар бірін-бірі сүйіп тұр. Онда тұрған не бар? Құда түсіп келсе келе берсін, деп айтсам көнбейді. Бір осы немересіне еңбегі сіңіп қарағандай тағдырына араласып, екеуін суыту үшін барын салып жатыр. Баяғыда мен келіп болып түскен жылы студент қайынсіңілім әдемі бір жігітпен жүретін. Сол жігіт ауылдың баласы тұғын. Сен ол жігітке тимейсің, ауылдың отын жағып, малына қарап жүресің сосын. Егер сол жігітке тисең, мені ұмыт. Артыңнан іздеп бармайым, деп қызын әбден қорқытып, басын айналдырып, әлгі жігіттен ажыратып алған. Сол қайынсіңілімізді кейін танымайтын, бір-ақ рет көрген біреу алып қашты да, ақырында ажырасып келді. Қазір сонау Семейдің жігітіне 2-ші ай болып тиіп кетті. Менің қызымды да солай арандатып, тағдырын талқандамақшы. Күні кеше көптен көріспей кеткен құрбысына хабарласып, немереңе айт, менің қызымның басын қатырмай жайына жүрсін, депті. Оны жігіт қызыма айтқан. Алена жылап келді.
Апамның есі дұрыс па? Біздің өмірімізде не шаруасы бар? Дейді. Енемен барып, подружкаңызбен арадан не болып еді? Ашып айтсаңызшы, неге екі жастың қосылуына қарсысыз? Деп сұрадым. Ештеңе болған жоқ. Ол жігітке шықпайды, айттым, бітті. Деп ерегісіп отыр. Мен алғаш рет енеме, еңбегіңіз сіңбеген немеренің тағдырын араласпаңыз. Егер ертең сол жігітке тұрмысқа шықпай, қайын сіңілім сияқты басқа біреуге барып, бағы жанбай отырса, обалын көтергім келмейді. Қызым өз тағдырын өзі шешеді, деп ұрсып келдім. Менікі дұрыс па, оныкі ме? Бұған дейін кішіпейіл боп, енеме қарсы сөз айтпап едім. Енді мына әңгімеден кейін жүрегім ауырып отыр. Күйеуім, жастар өзара шешсін, ешкім араласпасын деді. Анасының тосын әрекетін ол да түсінбей жүр.